Бұл минут өрс арнасындағы Дэвид, ал бұл оның саусақ іздері. Олардың әрқайсының белгілі бір өрнегі бар. Иірілген бұралаң доға тәріздес немесе сол бас бармағындай сирек кездесетін қос ілмек. Оның сол бас бармағының ізі қарапайым үлгілердің бірі болса да, Дэвид үшін бірегей саусақ ізі болып саналады. Шын мәнінде, өткен, қазіргі немесе болашақ кездің өзінде бүкіл әлемде сіздің саусақ іздеріңізге ұқсайтын бірде-бір жан жоқ. Неліктен екенін түсіну үшін, алдымен олардың қалай пайда болғанын білуіміз керек. Ұрық дамуының ерте кезеңдерінде әрбір саусақтың тері астында валярлық жастықшалар деп аталатын дің жасушаларының тіндерінің кесектері түзіледі. Валярлық жастықшаның кішкентай үлкен немесе бүйіріне қарай дамуы және де әркелкі өсуі саусақ ізінің негізгі үлгісін анықтайды. Доға, ілмек, айналма тәріздес тіпті өте қызықты қос ілмектер болуы мүмкін. Сіздің валярлық жастықшаңыздың өлшемі мен бағдары салыстырмалы түрде генге тәуелді болғандықтан, көптеген туыстарыңыз бен егіздердің көпшілігінің әр саусағы бірдей негізгі үлгілерге ие. Сондықтан, саусақ іздерінің бірегейлігі тек ДНК-дан туындамайды. Керісінше, бұл саусақ іздері өсетін шым-шытырық жолмен келеді. Валярлық жастықшалардың үстінде эмбрионды тері жасушаларының бірнеше қабаты бар. Олардың барлығы әртүрлі жылдамдықпен өседі. Ал ішкі қабат өскен сайын, ортаңғы қабат бүгіліп, үстіңгі қабатта жоталар пайда болады. Жоталар алдымен өсіп келе жатқан саусақтағы ең көп күш түсетін кернеудің үш аймағына параллель түседі. Тырнақтың жанында, бірінші буынның қыртысының жанында және валярлық жастықшалардың үстінде. Жота сызықтары өсіп келе жатқанда олар кейде бір-біріне ұшырасады, нәтижесінде бұғат немесе бөлініс пайда болады. Жота сызықтарының кездесу нүктелері, тұйықтар мен айырыланып екіге бөлінген тұстары, осының бәрі әртүрлі себеп шарттардың нәтижесінде пайда болады. Ол себеп шарттарға жеке талшықтары мен капиллярлардың терінің астыңғы қабатында қалай жетілуі, жатырдағы сұйықтық қысымындағы өзгерістер, тіпті гравитацияға қатысты саусақ бағыты да жатады. Және олардың әрқайсысында ретсіз және оқыс айырмашылықтар болғандықтан, берілген жотаның тұйыққа немесе айырға айналуы, тіпті бірдей құрсақта дамитын нәрестелер үшін де кездейсоқ нәрсе. Орташа есеппен, адамда әр саусақ ізінің әртүрлі жерлерінде шамамен 50-ге тарта айыр тектес немесе тұйық ұштар болады. Егер де сіз позиция секілді кейбір заттарды елемей, түсіндірмені жеңілдеткіңіз келсе, аталған 50 шақты айыр мен тұйықтарды жай ғана бір тиынның екі жағындай, тек екі комбинациядан тұрады деп қарастырғанның өзінде саусақ іздерінің квадриллионнан астам әртүрлі ықтималдығы болатын еді. Бұл ықтималдылықты түсіну үшін әлемде осы қара нүкте арқылы бейнеленген 80 миллиард саусақ ізі бар. Квадриллион 10 мың есе үлкен. Есіңізде болсын, бұл жеңілдету. Өйткені бірегей саусақ іздерінің саны осы нүктелердің салыстырмалы санын ескерген кездің өзінде әлдеқайда көп болады. Сонымен, менің сол бас бармақ ізім, менің барлық саусақ іздерім және де сіздің барлық саусақ іздеріңіз әрқайсының тұтастай алғанда жалғыз әрі бірегей екендігіне математикалық түрде кепілдендірілген. Саусақ іздеріңіздің әрқайсысы бірегей екендігін түсіндік. Алайда бұл жай ғана математикалық сәйкестік пе?